Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математикадан ұлттық бірыңғай тестке дайындық ретінде 1061 нұсқаның екінші бөлімін талдайық, иә? Бұл 11-ші есептен басталады. Вот 11-ші есепте бүйтеді. X-тің қандай мәндерінде 2x алынған 5, x алынған 1, 3x алынған 5 сандары геометриялық прогрессияның тізбектес 3 мүшесін құрайтынын табыңыз дейді. Вот мынандай қасиеті бар балалар. Геометриялық прогрессияның жаңағы бір мүшесі, оның көршілес, екі жағында көршілес мүшелердің геометриялық ортасына тең болады деген қасиет бар. Мысалы, былай деген сөз. Мысалы, b n-ші мүшесі, ол геометриялық орта деген сөз түбірасында екеуінің көбейтіндісі деген сөз. Бұның алдындағы мүше дегеніміз b n-1 көбейтілген b n+1. Вот мынандай қасиеті бар. Немесе, мысалы, мынау екінші мүше болса, ол бірінші мүше мен үшінші мүшенің көбейтіндісінен түбір тапқанға тең болады дегенсіз. Сонда бұны қалай жазуға болады дегенде, бүйтіп жазуға болады, иә? Так, ортаңғы мүшесі ол x-1. Екі жағын бірдей квадраттайтын болсақ, x-1-дің квадраты ол екі жағында мүшенің көбейтіндісіне тең болады, иә? 2x азайтылған 5 көбейтілген 3x азайтылған 5. Осы теңдеуді шешу керек болды, бар жоқ осы, иә? Так, есептейік мына жерде, иә? x квадрат минус 2x қосылған 1 тең болады 6x квадрат азайтылған 15x азайтылған 10x қосылған 25. Ұқсастарын біріктіретін болсақ, сонда 6x квадраттан біреуін азайтсақ 5x квадрат болады, иә? 5x квадрат. Енді x десек, мұнда 25x. Мына жағынан 2x плюспен келеді, алынған 23x. Енді бос мүшелерді есептесек, мұнда 25, одан бірді азайту керек. 24 болады, иә? Плюс 24. Тең 0 деген. Осы квадрат теңдеуді шешу керек. x1, x2 тең. Так, 23 плюс минус 23-тің квадраты бізде болады 529. Азайтамыз 4асы десе, ол бізде 480 болады екен. 480. Осының түрін тауып, 2a дегенді 10-ға бөлеміз. Сонда бұл 23 плюс минус түбірасында неше деген сан? 7 деген сан шығады. Бұдан x1 бөлеміз бұны 10-ға да. x1 бізде тең болады 1/10-6-ға тең болады екен. x2 бізде тең болады дейді, ол 3-ке тең болады. То есть жауабы сонда е болады, иә? Так, келесі 12-ші есеп. Так, 12-ші есеп былай дейді мені. Егер A, B, S-дардың мәндері берілген болса, онда A, B, S, D сандардың өз суретімен орналастыр дейді. Енді әрқайсысын жеке-жеке есептейміз ғой. Бірінші давайте A деген санды есептейге. A дегеніміз сонда бұрыс бөлшек айналдырып алайық. 4-тен 5 деген болады, иә? 4-тен 5 болады мына. Оның минус 2 дәрежесі. Минус 2 дәрежесі дегеніміз, ол бізде болады 5-тен 4-тің плюс 2 дәрежесі дегеніз. Немесе ол 16 бөлінген 25.
16-ны 25-ке бөлетін болсақ, бізде бұл тең болады 0,64 деген сан шығады екен. 0,64 деген. Енді b деген санды есептесек, b ол тең болады 0,8-дің -2 дәрежесі. -2 дәрежесі. Ол болады 0,8-дің квадраты 0,64 қой, сонда 1-де 0,64-ке бөл деген сөз. 1 0,64-ке бөлсең 1 520 жоқ 56-25 деген сан шығады екен мынақсы. Енді сын есептеп көрейік. С дегеніміз турасында 6,25. Бұдан шығады 2,5 деген түбір шығады. Енді д-ны есептейік. Д дегеніміз бізде логарифм 3 негізді 9. То есть ол логарифм 3 негізді 3-дің квадраты немесе бұл 2 болады. Енді өсу ретімен орналастыратын болсақ, ең үлкені қайсы? Ең үлкені жоқ, өсу ретімен орналастырды. Ең кішкенесі А болады, ең кішкенесі А болады. Одан кейін, одан үлкендеуі Б болады. Одан үлкендеуі Д болады. Одан ең үлкені С болады. А, Б, Д, С. А, Б, Д, С. Б болады ғой. А, Б, Д, С дейді. А, Б, Д, С болады екен. А, Б, Д, С. Так, келесі 13-ші есеп. Бұл 13-ші есеп. Теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдерінің қосындысы дейді. Теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдерінің қосындысын табу керек. Біріншісі қалай істейміз? Ортақ бөлімге келтіреміз, әрқайсысын жеке-жеке. Біріншісін ортақ бөлімге келтіріп алайық. Сонда ол бізде былай болады. Бірінші теңсіздік. Ортақ бөлімі 2 болады. Мынаған 2-ден келеді. Қосамыз 2, азайтылған 3x, үлкен 0-ден да. Мынау сонда 4 азайтылған 3x, бөлінген 2, үлкен 0-ден. 2 деген 0-ден үлкен сан. Қатынасы 0-ден үлкен болу үшін 4 минус 3x 0-ден үлкен болу керек. Бір сөзбен айтқанда бұл жерде қалай болады? 4 үлкен 3x-ден, бұдан x кіші болады 4 бөлінген 3. 4 бөлінген 3 болады, x кіші 4 бөлінген 3 болады. Біріншісі. Екіншісін есептейік. Екіншісі ортақ бөлімге келтірейік. Бұлай қарай алып келуге болады, Ортақ бөлім 2 болсын. Мынаған 2-ден келеді. Қосылған 2, азайтылған 3x. Мына 3-ті келесі жағына шығарамыз, минустан болма. 12 мен көбейтсек минус 6 болады. Бұл кіші 0-ден болады, Ұқсастарын біріктірсек, мынандай болады. Минус 3x азайтылған 2 мен 4 бөлінемін. Азайтылған 4 болады, по-моему. Мұнда 4 минус 2 болады екен, дұрыс, Минус 2 болады, бөлеміз 2-ке, кіші 0-ден. Бұдан енді 2 дегеніміз 0-ден үлкен сан, значит, қатынасы 0-ден кіші болу үшін, үсті 0-ден кіші болу керек, Минус 3x азайтылған 2 0-ден кіші, немесе 2 жағын бірдей көбейтсек, минус 1-ге ол онда 3x
қосылған 2 үлкен нөлден бұл жерден x үлкен минус 3-тен 2 болады. О жауабы мынандай болып тұр, иә. 3-тен 4 және минус 3-тен 2 деген. Енді сан өсіне белгілейік бұдарды, иә. Сан өсіне белгілейік. X біріншісінде 3-тен 4 дегеніміз ол 1-ден үлкен сан ғой. Бұл жерде мысалы 0 бар болса, бұл жерде 3-тен 4 деген сан бар. 3-тен 4. Сонда x кіші болды бізде, 3-тен 4-тен кіші болды ғой, былай қарай кетеді. Так, екіншісінде болғанда, екінші теңсіздіктің жауабы x ол минус 3-тен 2-ден үлкен. Минус 3-тен 2 ол где-то мына маңайда ғой, 0-ден кіші сан. Минус 3-тен 2 да, осыдан үлкен. Ол сонда былай қарай кетеді. Жауап сонда бұл екеуінің ортақ жауап минус 3-тен 2-ден 3-тен 4-ке дейін ғой. Минус 3-тен 2-ден x жатады. Минус 3-тен 2-ден 3-тен 4-ке дейін. Так, 3-тен 4-ке дейін, е? Бүтін шешімдерін қосыңыз. Бұл екеуінің ортасында бүтін санмен қандай сан бар? Бүтін санмен 0 деген сан бар. И 1 деген сан бар, да? Екеуінің қосындысы сонда 1 шығады. Жауап 1 болады, бұл болады, е? Так. Келесісі 14-ші есеп. Так, берілген функцияның мәндерінің жиынын тап дейді. Мәндерінің жиынын табу үшін біз қайтеміз дегенде бірінші алатынымыз бұландай, иә, y 0-ден үлкен және тең болу керек. Вообще, бірінші жағдай. Өйткені екі жағын бірдей квадраттағанда жаңағы таңба сақталу үшін y 0-ден үлкен және тең болу керек, иә, бірінші жағдай. Екінші жағдай түбір астындағы өрнек 0-ден үлкен болу керек, қайтпесе мағынасыз болып қалады. Түбір астындағы өрнек дегеніміз минус x квадрат қосылған 6x азайтылған 8 0-ден үлкен және тең болу керек. Бұны ары қарай есептейтін болсақ сосын кейін, иә. Анықталу облысы қойын. Так, біз енді қайтеміз. Енді теңдеудің екі жағын бірдей квадрат дәрежеге шығарайық. Сонда y квадрат тең болады минус x квадрат қосылған 6x азайтылған 8 болады. Не? Осылай болады. Енді осыны давайте былай квадрат теңдеу түріне жазатын болсақ, мұнан былай деп жазғым. Барлығын сол жағына қарай шығарайық. Сонда x квадрат азайтылған 6x қосылған y квадрат қосылған 8 болады да. Y квадрат қосылған 8 тең 0 деген теңдеу шығу керек. Енді осы мағыналы болу үшін қандай болу керек дегенде, бірінші мынандай жағдайда болу керек, е? Дискриминант 0-ден үлкен болу керек қой. Мына теңдеудің дискриминанты 0-ден үлкен және тең болу керек. Сонда бұның дискриминанты 0-ден үлкен және тең болу керек. Бұның дискриминантын табатын болсаң, дискриминант тең болады минус b квадрат дегеніміз 6-ның квадраты 36 болады ғой. 36 азайтылған 4a азайтылған 4
жақшаның ішінде y квадрат қосылған 8 болады, y квадрат қосылған 8 болады. Осы нөлден үлкен және тең болу керек. Енді есептеп көрейік. 36 азайтылған 4y квадрат минус 32 үлкен және тең 0. Бұдан 36-тан 32-ні азайтсаң 4 қалады. Сонда 4-ге қысқарады. Сонда 1 минус y квадрат деген нәрсе шығады, нөлден үлкен деген. Нөлден үлкен және тең деген, осындай жағдай шығады дегенсіз, немесе бұны минус 1-мен көбейтсең y квадрат азайтылған 1 кіші және тең 0 деген. Бұның жауаптары қандай болады дегенде мынандай болады. Плюс 1 минус 1 тең болуға болады. Плюс 1-ге тең болуға болады, минус 1-ге тең болуға болады. Арасындағы 0 деген санды берсең, ол как раз минус болады. Бізді теңсіздікті устраивайтын аста, бұл былай қарай болады. Енді біреуі бізді айттық қой жаңа, y бастауында y 0-ден үлкен және тең болу керек деп. Мынау y-тің мәндері ғой. Бұл жерде y 0-ден үлкен және тең болу керек. То есть ол мына жерде 0 десек, ол былай қарай кету керек. Сонда екеуінің ортақ мәні 0-ден 1-ге дейінгі болып тұр ғой, 0-ден 1-ге дейін. То есть y жатады, мәндерінің жиыны, ол 0-ден 1-ге дейінгі мәндерінің жиыны болады дегенсіз. Ол бізде қайсысы болады? С болады, С болады дегенсіз. Біз y-тің мәндерін жиынын таптық қой, сондықтан мына теңсіздікті шешудің қажеті жоқ мұнаның, Мынаны шығарудың қажеті жоқ, өйткені біз y-тің мәндерін табу керек. Өйткені функцияның мәндері деп отыр ғой. Функцияның мәндері дегеніміз ол y-тің мәндері. Так, теперь 15-ші есеп, Бізде трапеция шеңберге сырттай сызылған. Трапеция шеңберге сырттай сызылған. Так, ол үшін біз қайтеміз? Бірінші шеңбер сызып алайық, сосын сыртына трапеция сызамыз, мынау жанасу нүктелері. Мынау жаңа центр, Енді не істейміз? Бұл давайте былай істейік, міне жерде әріптермен белгілейік. Трапеция А, Б, С, Д болсын, А, Б, С, Д болсын. Енді былай істейік. Мына нүктені К, мынаны К деп қояйық, жанасу нүктесі, мынаны М деп қояйық, мынаны Л деп қояйық, мынаны N деп қояйық. Мына нүктені N деп қояйық, Мынау О болсын. Мынадарды былай қарай бүйтіп қосайық, бүйтіп, Мынау О болсын. Так, осыдан енді былай істеуге болады. Бізге айтады, шеңбердің радиусы 10 сантиметрге тең. Шеңбердің радиусы 10 сантиметрге тең. Ал трапецияның бүйір қабырғаларының қосындысы 40 сантиметрге тең. Бүйір қабырғалар дегеніміз немене? А, Б қосылған С, Д 40 сантиметрге тең. Трапецияның ауданын табу керек. Трапецияның ауданын табамыз, Так, біз білеміз, балалар. Мынандай жағдай бар.
шеңберден тыс қаралынған нүктеден жүргізілген жанама жүргізсек, сол шеңбер мен жанасу нүктесіне дейінгі қашықтық тең болады деген. То есть мысалы мынау БК X болатын болса, БМ де X болады, да? АК Y болатын болса, АН де Y болады. Енді мына жағындағы мынау да Y-ге тең болады. Мына жағда X-ге тең болады. Мынау да X-ге тең, мынау да Y-ге тең, короче, да? Сонда S трапецияның ауданы дегеніміз, ол екі табанның қосындысының жартысын биіктігіне көбейткенге тең ғой. Екі табанның қосындысының жартысы дегеніміз, екі табаны 2x қосылған 2y бөлесің 2-ге көбейтесің жаңағы биіктігі бұздың, ол Mn немесе ол 2R-ге тең болады. Так, енді осыны есептейік болады. 2-ге қысқартамыз, сонда x қосылған y болады, x қосылған y көбейтесің 2-ге, көбейтесің r-ге. X қосылған y деп отырған как раз AB ғой. Оны 2-мен көбейтсең, ол жаңағы AB қосылған s-ді болады, ол 40 болады. 40 болады. R дегеніміз 10-ға тең, сонда ол жауабы 400 болады дегенсіз, 400 сантиметр квадрат болады екен ғой. Осылай болады, келесі 16-шы есеп, не? Келесі 16-шы есеп шығарсақ, бөлшекті қысқартыңыз дейді. Дұрысты қысқартамыз. Жаңа ортақ көбейткіш ақшаны сыртынан шығарамыз. Біріншіден А-ны шығарамыз. Ішінде X азайтылған Z қалады, Екіншісінен минус B-ны шығарып жіберсек, X азайтылған Z қалады, да? Астында егер А-ны шығарсақ, X қосылған Z қалады. Мына жағынан азайтылған B-ны шығарып жіберсек, тоже X қосылған Z қалады. Сонда біріншісінде былай болады екен, X азайтылған Z жақшаны сыртына шығарып жіберсең, ішінде A минус B қалады. Мына жағында X қосылған Z жақшаны сыртына шығарсаң, жақшаның ішінде A минус B қалады, A минус B-дар қысқарады, бетіп, сонда үстінде X минус Z, астында X плюс Z қалады. Бұл жауап А болады дегенсіз. Так, келесі 17-ші есеп. Так, массасы 250 грамм, концентрациясы 30% ас содасы дайындалған. То есть ол не дегенде, ас содасы ол содамен судан тұрады ғой. Сонда осының 30% сода дегенсіз. Қалғаны 250-дің қалғаны су дегенсіз. Оған қанша тұщы су қосқанда концентрациясы 15% болатын ас содасының ертіндісі алынатын табыңыз дейсіз. Так, бірінші жаңағы 250 граммда ол 100% болды ғой. Осының 30% сода десе, сода қанша екенін тауып алайық бұдан. X тең пропорция құрамыз ғой. 250 көбейтілген 30 бөлесің 100-ге, да? Сонда мынау неше болады? 75. То есть 75 грамм бұның сода болады деген, сода, да? Енді келесі осының үстіне
қанша су қосу керек дейді. Осы чтобы осы 75 граммы енді 30% емес, енді 15% болғандай. Сонда 75 граммы 15% болу үшін 100% жалпы ерітінді қанша болу керек деген тау керек. Бұны давайте y деп белгілейік. Сонда y тең болады 75 көбейтесің 100-ге, бөлесің нешеге? 15-ке бөлеміз да. 15-ке бөлсек 25 75 500 болады. 500 грамм болу керек не? Сонда бұрын 250 грамм болатын. Енді оға 500 грамм болу үшін жалпы массасы. Қанша су қосады дегенде дельта М жаңағы судың массасы қосатын. Ол 500-ден азайтамыз 250-ді да. 250 грамм қалады деңіз. Жауап 250 грамм немесе 0,25 килограмм болады деңіз. 0,25 килограмм сы болады. 17 сы болады, е? Так, 18-ші есепті қояйық. Так, теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Теңсіздіктер жүйесін шешу үшін объемный нәрсе істеуіміз керек, иә? Есі үлкендеу болады, да? Бірінші не істеу керек дегенде, да? Ең бірінші бұлай болу керек. Мағыналы болу үшін теңсіздіктер жүйесі мынандай шарттар орындалу керек. Бірінші, x квадрат азайтылған x азайтылған 12 ол 0-ден үлкен және тең болу керек. Түбірасынан шығу керек қой бұл өрнек. Екінші бұлай болу керек. Түбірасында тұрған мына жерде x минус 4 ол да 0-ден үлкен және тең болу керек. Енді біз мына теңсіздікті шешу үшін екі жағын бірдей квадраттаймыз. Сол кезде бізде x-тен 0-ден үлкен және тең болу керек. Арифметикалық түбірі болу керек деген сөз ғой. Бұл осы теңсіздіктер жүйесін шешсек, бұл бізде функцияның анықталу облысы болады. Анықталу облысы болады. Но біріншісін давайте шешіп көрейік. X бірінші теңдеуді шешіп көрсек x бір 2 тең болады 1 плюс минус түбірасында 1 қосылған 48 болады, бөлеміз 2-ге. Бірсімен айтқанда 1 плюс минус 7 бөлесің 2-ге. Бұдан бізде x1 тең минус 3 болады да, x2 тең 4 болады. Бұл бірінші жағдай осында, е? Біреу минус 3, біреу 4 болу керек. Сонда олға жерде болу керек деген сұрақ туады ғой. 0-ден үлкен және тең болу үшін. Давайте сан өсіне белгілейік, да? Бұл жерде 4 бар, 4-ке тең болуға болады. И минус 3-ке тең болуға болады. Екен ортасына 0 деген санды берсек, онда ол минус болып қалады екен, е? 0 деген санды берсек минус болып қалады. Ал бізге керегі 0-ден үлкен және тең. Ол значит мұнеке екі жағы болады деңіз. Я минус шексіздіктен минус 3-ке дейін. Одан кейін келесі мына қойынды. X минус 4. X минус 4 үлкен және тең 0 деген сөз. X үлкен және тең 4 болады деңіз. Ол сонда келесі бұлай. X үлкен және тең 4. Мынау болады. Так, үшіншісі x үлкен 0 деп тұр. X 0 деген мына маңайда ғой. X 0 деген мына жерден. 0-ден үлкен да. X 0-ден үлкен.
Осы үшеуіне ортағы 4-тен плюс шексіздікке дейін, не? То есть x жатады плюс 4-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл бізде анықталу облысы болады. Вот осыны белгілеп қоямыз, е? Анықталу облысы болады. Так. Енді не істейміз, балдар? Енді былай істейміз. Вот бабайтте бірінші теңсіздікті шешейік. Ол үшін екі жағын бірдей квадраттаймыз, да? Сонда x квадрат азайтылған x азайтылған 12 кіші және тең x квадрат. X квадраттар кетеді, сонда минус x минус 12 кіші және тең 0, немесе мына жерден x қосылған 12 үлкен және тең 0, немесе x үлкен және тең минус 12 деген жауап шығады екен, е? Минус 12 деген бір жауап шығып тұр ма жерде. Енді астында. Так, біз не дедік? Астында болғанда біз былай айттық қой. Түбір астында x азайтылған 4 дегеніміз, түбір астында x азайтылған 4 дегенің оның арифметикалық түбірін аламыз дедік қой. Сондықтан ол 0-ден үлкен және тең болады. Олай болатын болса, теңсіздік 0-ден кіші болу үшін, міне біреу x минус 5 дегеніміз 0-ден кіші болу керек. X минус 5 дегеніміз 0-ден кіші және тең 0 болу керек. Осыны шешетін болсақ, бұнда x кіші және тең 5 болады. Бұл бір жауап болады. Так. Енді осы екеуін біріктіретін болсақ, бұдан не шығады сонда жа? Так. Бұдан x үлкен минус 12-ден 5-тен кіші деген сөз. Екеуінің арасы ғой, просто x жатады минус 12-ден плюс 5-ке дейін аралықта. Бұл жауап, е? Енді осыны қайтеміз. Осыны біз апарамызда енді не істейміз? Жаңа анықталу облысына саламыз, енді анықталу облысына салайық. Анықталу облысымыз бізде былай болды ғой. X 4-тен бұл жерде 4 деген сан бар. 4-тен үлкен. Ал жауабы теңсіздіктің мынау болды. Минус 12-ден 5-ке дейін. Мына жерде минус 12 деген сан бар деп есептесек, минус 12-ден. 5 дегеніміз где-то мына маңайды, 5 деген. Осы екеуінің аралығы болды ғой. Осы екеуінің аралығы болды, біткен. Сонда екеуіне бірдей ортақ, мұнда тұр, міне бұлан шығарды, екеуіне бірдей ортақ, 4-тен үлкен және 5-тен кіші, бірақ одарға тең болады. 4-тен 5-ке дейін. Бұл окончательный жауап мұна болады. Жауап сонда бізде не болады? А болады, Жауап бізде А болады. Так, келесі 19-шы есеп. Есеп былай дейді. А нүктесінен шеңбермен Б және С нүктелерінде жанасатын екі түзу жүргізілген. А Б 20 см, Б С 32 см шеңбердің радиусын тап дейді. Бір жерде бір шеңберді сызықпай-ақ былай қарай. Шеңбер, мынау шеңбердің центрі, О деген нүкте. Бұл жерде А деген бір нүкте берілген. Осы А деген нүктеден шеңберге жанама жүргізілген. Былай қарай бір жанама жүргізілген, былай қарай бір жанама жүргізілді, біткен. Жанасу нүктелерін белгілейік, мынау
ми және мынау да. Жанасу нүктелерінің арасын қосып қояйық, иә. Мынау Б деген нүкте болды. Мынау С деген нүкте болды. Екеуінің арасын қосу керек, өйткені БС деген беріліп тұр ғой бізге. Ал енді мынау бізде былай қарай радиус болады, иә. Мынау да радиус, мынау да радиус болады. Так, осындай болды. Енді былай дейді. БС 32-ке тең дейді. БС 32-ке тең. О нүктесі мен А нүктесін қосайық былай қарай. Бұл жердегі нүктені К деп белгілейік. Сонда біз былай жазыламыз. АК-ны тауып қойдық қой. Ең алдымен БК-ны тауып алайық. БК бізде ол БС-ның жартысына тең болады ғой. 32-ні 2-ке бөлсек 16 болады, 16 сантиметр болады. Енді АК-ны табайық. АК-ны табсақ, АК дегеніміз ол АБ-ның квадратынан азайтасың. Түбірасында АБ-ның квадраты азайтасың БК-ның квадраты, да? БК-ның квадраты. Тікбұрышты үшбұрыш қойылды. Мына тұрған үшбұрыш ол тікбұрышты үшбұрыш. Өйткені мынау тең белді үшбұрыштың табанына түсірілген биіктік или кипетия, или жаңағы медиана, или бисектриса болады, барлығы бола береді. Так, значит, мына жерде АБ бізде нешеге тең? 20-ның квадраты. Азайтамыз 16-ның квадраты, Бұдан неше деген сан шығады? Бұдан 12 деген сан шығады. 12 сантиметр шығады. Так. Енді не істейміз? Енді бұлай істейміз, Міне біреу жерде үшбұрыш бұлай болып тұр міне. Мынандай бір үшбұрышты сызаймен бейт. Міне біреу төбесі Б болсын, мынау 90 градус болады. Мынау О болсын, мынау жаңағы А болсын, да? Бұл жерден былай қарай перпендикуляр түсіреміз. Бұл К болсын. К болсын, Так, бізде енді былай айтады міне. Жаңағы тікбұрышты үшбұрыштың тікбұрышынан түсірілген перпендикуляр гипотенузаның бөледі екі бөлік. Осы екі бөліктің көбейтіндісі жаңағы биіктіктің квадратына тең болады деген бар. БК-ның квадраты, мына биіктіктің квадраты гипотенузаның бөлініп тұрған екі бөлігінің көбейтіндісіне тең болады. КА. Осыдан біз енді нені табамыз? ОК-ны табайық. ОК тең болады бізде. Ол ОК тең болады БК-ның квадраты бөлінген КА болады. БК деген біз немеге тең? Бізде БК 16, 16-ның квадраты болады. Бөлінген КА. АК немеге тең? АК бізде 12-ке тең, да? 16-ның квадраты бөлінген 12 дегеніміз ол осындай сан шығады. Сонда мынау неме деген сан шығады дегенде 16-ның квадраты 256 ғой. 256 12 4-ке қысқарсаң 64-ін 24 64 бөлінген 3 болады. Бұл ОК 64 бөлінген 3 шықты. Енді не істейміз? ОК бар, БК бар бізде, да? Енді ерді тау керек қой. Мұна жерде үш бұрышты алып қараймыз мұна. Үш бұрыш ОКБ. Үш бұрыш ОКБ-ны алып қарасаң, бұндағы гипотенуза болады ғой. БО немесе R ол гипотенуза болады. R тең болады түбірасында ОК-ның квадраты қосасың БК-ның квадраты. ОК дегеніміз бізде нешеу? 364. 3
3'тен 64'тің квадраты болады. Қосамыз БК дегеніміз бізде неше өт жаңа? БК 16'ның квадраты болады. Сонда бұдан шығады. 3'тен 80 деген сан шығады екен. 3'тен 80 деген сан шығады. Немесе бұл 26,3'тен 2 шығады. 26,3'тен 2 сантиметр деген. Б болады жауабы. Теперь 20-ші есеп. Так, 20-ші есепте былай дейді. АС деген екі вектор берілген. Олардың координаталары берілген, x, y, z-тері де. Сосын кейін 3a және 2-ден 1 с векторлері перпендикуляр болатынын табыңыз дейді. Но біз енді 3a-ның координаттарын жазып қояйық. 3a деген вектордың координаттары, ол a-ның координаттарын 3-ке көбейтесің ғой, просто 9 болады мынау. Мынау -6 болады. Y z 6 болады. Енді 2-ден 1 с деген вектордың координаттарын жазатын болсақ, ол координаттарын 2-ке бөліп отырамыз ғой. То есть ол 4-ті 2-ке бөлсең 2 болады. Y m бөлінген 2 болады, да? Ал z ол просто -1 болады. Осындай. Енді екі вектор перпендикуляр болады деген не деген сөз? Перпендикуляр болады деген сөз. Скаляр көбейтінділері деген бүйтіп жазады ғой, мысалы. Мына жерде екі векторды, мысалы 3a және 2-ден 1 с деген вектордың скаляр көбейтіндісі, ол одардың модульдерінің және арасындағы бұрыштың косинусына көбейткенге тең болады. Косинус альфа деген. Сонда енді екі санның көбейтін 0-ге тең емес, екі санның көбейтін сол 0 болмайды. Тек қана косинус 0-ге тең болған кезде. Косинус 0-ге тең болады, егер альфа деген бұрыш неше болады? 90 градус болса. Альфа 90 градус болса деген. Альфа 90 градус, косинус 90 градустан 0-ге тең, значит, перпендикуляр болады деген сөз, вот екеуінің арасында бұрыш 90 градус болады деген сөз. Сонда мынау 0-ге тең болатын болса, екі санның көбейтіндісі 0-мен көбейтсең ол 0 шығады деген. Сонда мына екеуінің скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болады. Бұларды қайтып жазып жатыр жаңа. X-терін X-пен көбейтіп, Y-пен Z-пен көбейтіп, олардың арадарын қосып отырады. Сонда біреу, сонда 9, оны 2-мен көбейтесің, оған қосасың, да? -6-ны көбейтесің 2-ден m-ге, қосасың, одан кейін қайтеміз. 6-ны көбейтеміз -1-ге. Осы бізде 0-ге тең болу керек. Сонда мынау 18 деген сан шығады. Мынау минустан бал 6-ны 2-ге бөлсең 3 шығады. -3m деген сан шығады, да? Мынау просто -6 деген сан шығады. Тең 0 болады. Осыдан 18-ден 6-ны алсаң 12 деген сан шығады. 3m бұна жаққа шығады. m бұдан m тең 4 деген сан шығады. Вот жауап осы болады деген сөз. m тең 4. Значит, жауап қайсы болады? Б болады, иә? Б болады деген сөз. Осымен бүгінгі талдауымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет, балалар, сау болыңдар.